Ерекше дәмді бүрме самса дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, үстінен ерітілген сары май және де майымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Салмасы дайын болғанша қамырымыздың бетін жауып тындырып қоямыз. Салмасына тартылған ет, пияз, картоп, қара бұрыш және де тұз, зира қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Июі қанған қамырымызды 4 бөлшекке бөлеміз, әр қамырды жеке-жеке жұқа етіп жайып аламыз. Осылай жұқа етіп жайып алғаннан кейін үстінен ұнымызды сеуіп, оқтауға орап, екі жәнінен қысып аламыз. Сонда бізде осындай гармошка сияқты қамыр пайда болады. Осына дәл видеодай салмамызды салып шығып, екі жәнін бір-біріне бетіне жауып, екі жәнінен осылай кесіп шығамыз. Екі шетін жақсылап түйеміз, противнімізге салып, үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, бетіне күнжіт сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Басқа да қызықты рецепттер YouTube каналымда поиске арайлым Жаманқұл деп жазсаңыз шығады, тіркелуді ұмытпаңыз.